Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздерге бүгін таңғы асқа 5 минутта дайын болатын таңғы астың түрін көрсетпекшімін. Өте дәмді болып шығады екен. Ол үшін бізге жасымақты бір түнге салып қоясыздар. Үстіне кішкене су құйып, блендермен жақсылап бәрі езілгенше езіп шығатын боламыз. Осылай езіп алдық. Үстіне шым-шым жарты қасық тұз салсаңыздар болады. Қызып тұрған тапамыздың үстіне жасымақты осылай салып шығамыз. Екі жағын пісіріп алатын боламыз. Міне, бізде осындай лепешкалар дайын болды. Оған кез келген салма сала берсеңіздер болады. Мен бұл жерде творожный сырды осылай жағып шықтым. Үстіне қияр мен қызанақты қойып шықтым. Таңғы асқа өте жеңіл болады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін маған жазылып, достарыңызға жіберіп қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта көптеген күшті рецепттер шығады. Сіздерге ас болсын.